Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Мен бүгін сіздерге осындай қытырлақ әрі дәмді болып, әрі оңай жасалатын қуырылған пельменнің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін көріңіздер. Оны жасау үшін ыдысқа алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне сүтті құямыз. Бұл жерде мен жарты пиала сүт пен жарты пиала суды араластырып салғанмын. Үстіне шым-шым тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кішкене шамамен 1 шай қасықтай разрыхлитель салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне енді ұнның кішкене бөлігін салып, одан кейін үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, осы массаны әзірге бір араластырып аламыз қолымызбен. Одан кейін қалған ұнның барлығын салып, орташа деңгейдегі, немесе қатты емес, немесе жұмсақ болып кетпейтін орташа деңгейдегі қамырды илеп аламыз. Осы қамырды дайын болған қамырымызды біраз уақытқа бетін жауып, демалуға, яғни жаюға дайындайтын боламыз. Шамамен 15 минуттан кейін қамырымызды алып жая бастаймыз. Ұнды сеуіп жаюымыз керек, себебі жабысқауы мүмкін қамырымыз. Дәл видеодағыдай алдымен қолымызбен, одан кейін оқтаумен жаятын боламыз. Қамырды барынша жұқа етіп жайғанымыз дұрыс, сол кезде қытырлақ болып шығады. Дәл осылай барлық шетін біркелкі етіп, жұп-жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Ал салмасына келетін болсақ, қайнатылған картоп пен пиязды және дәмін келтіру үшін дәміне қарай бұрыш және тұзды салып, жақсылап шаншқымен езіп аласыздар. Сол кезде салмасы дайын болады. Осылай қамырымыздың шет-шеті қалың болса, бөлек түрде жеке осылай оқтаумен жайып аламыз. Дәл осылай шамамен 10 сантиметрде етіп, квадраттар кесіп аламыз. Осылай қамырымызды алып, ішіне 1 шай қасық салмасын салып, дәл видеода көрсетілгендей, осылай қолымызбен жан-жағын бірінші жабыстырып, содан кейін екі жағын бір-біріне түйеміз. Дәл осылай барлығын қызып тұрған майда пісіруіміз керек. Осылай қуырып аламыз екі бетін. Бұл өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көруге кеңес беремін. Дәл осылай екі бетін жақсылап қуырып аламыз майда. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.